Барлықтарыңызға сәлем. Қазір мен алдында көрсеткендей осындай конвертке букет жасайтын боламын. Мына мен конвертіме ішіне пеноплекс салдым. Бетіне наполнитель қойып, дайындап қойдым. Бізге осындай жүрек керек. Жүректі мен осы жеріне қоямын да, мына жерге 3 гүл қоятын боламын. Бірінші біз сол гүлдерімізді қандай керекті сабындарымызды дайындап аламыз. Осындай сабындарды қоямыз. Және де жүрек қоямыз. Міне шпажка, сосын мынандай гүлдер керек бізге. Осы гүлдердің осындай жапырақтарын алып, осыған қоятын боламыз. Мен енді жайлап жасай берем. Сіздер өздеріңіз қарап тұра бердіңіздер, сөйтіп үйрене бересіздер. Мына өстіп искусственный гүлдердің осындай жапырақтарын аламыз. Сөйтіп осыны примерно енді қай жеріне қоятынын, қандай сабында қай жерге қоятынын алдын ала ойластырып алуымыз керек. Сөйтіп шпажканы алып, зубочисткамен істеп көрсек те болады. Негізінде егер де тесіктері кішкентай болса, мен зубочисткамен көрдім, бірақ бұның тесігі үлкенірек екен. Бұны шпажкамен істейтін боламын. Шпажканы өзімізге керек ұзындықта кесіп аламыз. Оны негізінде секатор деген болады, сондай қаш сияқты. Ағаш сондай гүлдерді кесетін, сондаймен кесу керек. Мен дәл қазір қолмен кесіп жатырмын, өйткені ондай секаторым қазір менде жоқ. Үстіп керекті ұзындықта кесіп алып, сабындарымызды үстіп қойып шығамыз. Бірінші шпажкамызға жапырағымызды, искусственный жапырақтарымызды саламыз, сосын сабынды тығамыз. Міне үстіп қоя береміз. Мына. Өстіп астында наполнитель, мен осындай қоңыр наполнитель салғам. Негізінде осы наполнительдің жасылын салсаңыздар да болады. Сол жапырақ сияқты болып, әдемі болып көрініп тұрады. Қоңыр болса да болады, енді как топырақ сияқты болып тұрады. Енді міне осылай гүлдерді, 3 гүлді осылай қоям. Маған 3 гүл жетеді. Үстіп жүрек алдында жүрек тұрады. Міне керек ұзындықта кесіп аламыз да, бұжыр бетін сабынға тығамыз, ал үшкір бетін астындағы пеноплекске тығамыз. Әрбір шпажкамызға обязательно не қоямыз? Искусственный жапырақтарды салып барып, сосын барып сабынды салып отырамыз. Сол кезде жап-жасыл болып, әдемі болып тұрады. Еще біздің шпажкаларымыз көрініп қалмау керек. Сонда әр гүлдің өз жапырақтары болады. Енді бізде қандай зелень бар, соны қолдана береміз. Әр гүлге өзінің жапырағын, өзінің несін, мысалы розаға розаның жапырағы деген сияқты міндет емес. Главное, жап-жасыл болып, әдемі болып көрініп тұру керек. Және араластырып, істей берсеңіздер де қайта әдемі болып көрінеді. Міне мен қазір гүлге 2 шпажканы қойып жатырмын, чтоб сол кезде плотно қатты тұрады. И әр шпажкаға өзі еще жапырақтарды бірінші салып барып қоямыз. Міне ортасына қызылын и 2 жанына ақ араласқан мраморный заливка мен жасалған гүлдерді қоямыз. Пион гүлін қолданам. Әр гүлге 2 шпажкадан тығып жатырмын мен. Міне осындай гүлдер болады искусственныйлардың арасынан. Ол гүлдерді де арасына салып жіберсек болады букетімізге, әдемі болып тұрады. Қазір көреміз, соңында керек болса қолданатын боламыз. Болмаса қолданбаймыз. Бірінші гүлдерімізді салып алайық. Өзіміздің сабындарымызды. Үстіп жасай береміз. Қиын ешнәрсесі жоқ. Негізінде өздеріңіздің фантазияларыңызбен осылай букет жасай бересіздер. Мен дәл қазір осындай конвертпен букет жасап жатырмын. Супница, домалақ супницалар бар.
енді қалаған астына қолдана бересіздер. Оларда да тура примерно осы сияқты жасай бересіздер. Кейін мүмкіндік болып жатса, ондай супницамен де букет жасап видео түсіретін боламын. Видеоның соңында маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сол кезде мен тағы да видеолар осындай керек болса, видеолар түсірем. Қазір ортасына осы қызыл гүлімізді қоямыз. Мына үшкір жағын астына қаратамыз, бір жағымен сабынға тығамыз. Сол кезде сабынымыз сырғып түсіп кетпейді. Мына үшкір жағымен астына пеноплекске тығамыз. Мына жерде қазір шпажкам шығып кетті. Өйткені дұрыстап кірмей қалды. Осындай кездерде сабынды алып, қайтадан салсақ болады. Енді кейде ондай жағдайлар болып тұрады, бірақ қайтадан салған кезде тура сол тесігіне тықпау керек, басқа жеріне тығу керек, потому что тура сол тесіктен тықсақ, қайтып түсіп босап қалады. Мына осындай букет болып жатыр. Мына аралар сәл-сәл ашық болып қапты. Ол жерлерге қазір искусственный гүлдерді салып жібереміз. Және де мынау жүрегім бос болып тұр, кішкене тағы да шпажка салайын. Екеу немесе үшеу қылып салайық. Сол кезде қатты плотно тұру керек. Бос тұрмау керек. Сабындарымыз плотно тұру керек. Бос тұрса, уже ары-бері бүйтіп жылжытқан кезде түсіп қалады. Мына үшеу қылып осындай кішкентай жапырақтарым бар еді. Осыларды қолданам қазір. Үш жерінен кішірек қылып шпажка салып, қайттан саламыз орнына. Міне, осындай енді қазір кішкене ашық жерлері бар екен. Осы ашық жерлеріне жапырақтарын, кішкене гүлдерді осындай искусственный салып жіберетін боламыз. Бұған мен кішкентайлардың тесіктеріне зубочисткалармен қолдансаңыздар болады. Зубочисткамен салып шығам қазір. Осындай кішкентай жапырақтарды осындай жерлерге салып шығамыз. Енді өзіңізде қандай не бар, зелень бар, қандай искусственный гүл бар, соны қолданасыздар. Бір алған кезде бір 2-3-4 түрінен алып қойсаңыз, осындай аралас қылып жасасаңыз болады. Ол мысалы біреуінен 1-2-3 букет шығарасыздар да. Ал 3-4-ден енді уже көп букет шығарасыздар ғой. Мен тағы да ашық жерлеріне осындай қызыл искусственный гүлдерді қосып жіберейін. Кішкентай. Ары қарай өзіңіздің фантазияңызбен істей бересіз ғой енді. Өйстіп
өзімізге бар гүлдерді қолданып фантазиямызбен осындай букеттер жасай береміз. Уже ары қарай үлкендерінде уже ары қарай өз фантазиямызбен қолдана береміз. Бұл енді ең кіші букетіміз осы болады, наверное. Ең кіші букет осындай. Менде өзімнің ең кіші букетім осы. Астына лента байлап сыйлыққа берсеңіздер де болады, тапсырыс алсаңыздар да болады. Бұл менде тапсырыс болатын. Тапсырысқа қабылдап отырған букетім. Как раз осы букет түсіру керек деп жүрген едім, осыны түсірдім. Ашық жерлердің бәріне осылай искусственный гүлдерді, жапырақтарды салып шығамыз. Біздің шпажкамыз көрініп қалмау керек и сабындарымыз плотно тұру керек. Міне осындай букет шығады, астына лента байлап уже болды. Сыйлыққа бере берсек болады. Видео сіздерге қызықты болса, ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пока, сау болыңыздар.